Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге сүбемен бірге қосылып жасалатын шоколадты пирогтың оңай бір керемет дәмді рецептімен бөліскім келеді. Бұл пирогты бірінші жасағаннан сізден міндетті түрде шығады және де барлығына бұл пирог ұнайды, жұмсақ болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен шоколадты қамыр жасайтын боламыз. Ол үшін ыдысқа 3 жұмыртқаны саламыз, оның үстіне қант саламыз, сұйық май құямыз, сүт құямыз және де жақсылап миксермен көпіргенше араластырамыз. Мен шамамен 3 минуттай араластырдым. Сонан соң ұнға қопсытқыш какаоны қосып, осы ыдыстың ішінде араластырып аламыз да, жаңағы біздің жұмыртқалы массамызға азыздан қосып отырып, венчикпен араластырып отырып, біздің осылай қамырымызды жасаймыз. Егер сіз оныңызды електен өткізбей салатын болсаңыз, сізге миксермен араластыруға кеңес беремін. Сол кезде біздің қамырымыздың арасында түйіршік нәрселер жүрмейтін болады. Осылай біздің шоколадты қамырымыз оп-оңай дайындалатын болады. Енді біз сүзбелі қамырымызды жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға құрғақ сүзбені салатын боламыз. Оның үстіне қант салатын боламыз. Жұмыртқа саламыз, үстіне крахмал саламыз. Сонан соң блендермен жақсылап араластырып аламыз. Сіздерге де сүзбелі қамырымызды блендермен жақсылап араластыруға кеңес беремін. Егер сіздер сүзбелі қамырды блендермен жақсылап езбесеңіз, сіздің сүзбелі қамырыңыз шықпай қалуы әбден мүмкін. Енді осы сүзбелі қамырымызды кондитер қапшығына саламыз. Немесе сіздерде кондитер қапшығы болмаса, жай ғана салафанға салсаңыз да болады. Ол сіздің өз қалауыңыз. Мен бұл жердегі сүзбелі қамырға үйдің домашний творогын қолдандым. Егер сіздерде ол жоқ болса, кәдімгі творожный массаны қолдансаңыз да болады. Егер үйдің творожный массасын қолданатын болсаңыз, сіздің сүзбеңіз міндетті түрде құрғақ болуы керек. Ал енді жаңағы шоколадты қамырымызды табаға салатын боламыз. Міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеңіз, егер төсемесеңіз, асты жабысып қалуы әбден мүмкін. Енді осы сүзбелі қамырымызды шоколадты қамырымыздың үстіне 4 көз қылып саламыз. Пирогты шамамен 180 градуста 30 минутта пісіреміз. Әркімде әртүрлі піседі. Мысалы, кейбіреулерде 30 минуттан кеш пісуі мүмкін, немесе одан ертең пісуі мүмкін. Әркімнің өз пешіне байланысты піседі. Міне осылайша біз өзіміздің пирогымызды пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді керемет болып шығады. Және де бұл пирогтың бір ерекшелігі өте жұмсақ болып шығады. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Баршаңызға сау болыңыздар. Видеомды соңына шейін көргендеріңіз үшін рахмет.